Қалайсыңдар? Бүгін 42-ші күн. Бүгін 42-ші күн авариямен өтті. Еще тізеде бар. Нет, трико емес, шалбар жыртылды. Нормально. Бірақ главный бас аман. Барлығы нормально. Вообще дурацкий болып қалдым, потому что ауаға тиісіп қалған сияқты болдым ғой. Бір адам алдыма шықты, мен оңға бұрылсам, ол да оңға бұрылып, еще аз, мен еще қатты айдаған жоқпын, жай скоростьпен сөйтіп қадалып қалып тұрмын ғой. Ладно, болу керек болса болды. Бүгінгі күн сол. Еще барған кезде мен екі адам болып кездесуге бараттық. Кездесуге былай келдім ғой, жыртық болып қанап встреча солай өткізіп, нормально болып кетті. Бүгінгі айтатын нәрсе, мына тыңдап отқан кезде вебинар айттым ғой, менде бүгін рекорд болды, 4 вебинар параллельно өткіздім. И менің алда 2 болған параллельно рекорд, қазір 4. Соны жасап жатыр, мен қосып қойдым да тыңдап отырмын кітапты. И сол кезде мындай нәрседе кайдзен деген нәрсені айтты маған. Тони Роббинс кайдзен деген нәрсені айтты. Ал кайдзен деген нәрсе, ол, оказывается, аудармасында постоянное улучшение, непрерывное улучшение, но непрерывность дегенді білдіреді, үздіксіз, яғни. И мен айтамын да, соны түсіндіріп жатыр да, семья жағынан, любой отношение жақ, карьера жақ, бүкіл всегда әр жерден үздіксіз дамып отыру дегенді білдіреді екен. Марлон Сейсенбай ағамыз да соны айтады. И мен сол кезде Тони Роббинстің өзін айтқан кезде мен айтқандай қалдым. Оказывается, менің примерно келе жатқан нәрсем, жасап жатқан нәрсем кайдзен екен. Подтверждение алдым да, что үздіксіз даму ол дұрыс деген сияқты. И ана жерде де маған подтверждение ретінде сол үздіксіз даму туралы, кайдзен туралы түсіндіріп берді. И именно өзінің кайдзен деген философия, негізі ол үлкен толық зерттейтін прям философия. Енді сол жақты, именно сол кайдзенді зерттеуге көшетін боламын. Просто мен қуанғаным, что мен дұрыс жолдамын деген сияқты. Мен, оказывается, кайдзенді, мини-кайдзенді жасап жүрген екенмін. Не подтверждение алып, күшті болып қалдым, потому что, когда күшті ғой сен, жасайсың, потом білесің, допустим, 2 жыл жасадың, а сен, оказывается, 2 жыл жасаған жұмысың не зря екенін білгеннен кейін сен қуанасың ғой. Вот сол нәрсе болды да. И манағы нәрсе, кайдзен деген нәрсе, ми тазартуға, ми әртүрлі ойларды тазартуға, өмірде үшін бақытты болуға әкелетін нәрсе екен. И мен соны зерттейтін боламын, потом сендермен бөлісем обязательно, потому что енді мен басқа не айтамын? Мен өзім зерттеп, қолданып көрген нәрселерді айтамын да. И так что күтіңдер, соны зерттеймін, но главное, мен айтып жүрген нәрсе, негізі соны идеясы, негізі сол үздіксіз даму керек, всегда даму керек, кішкентайдан, но күнде прям непрерывно сол нәрсені кішкентай, но даму отыру керек. Көп дамып кеттім деген нәрсе жоқ. Главное, кішкентай, минимум болса да, но кішкентай жасалу керек. И сол нәрсе подтверждение алдым, енді сол философия жақ толықтай зерттейтін боламын. Именно өзіме негізі Японияның елі, Японияның культурасы қатты ұнайды, что олар всегда ондай Toyota'ның компаниясын өзін қарасаң да мықты не ғой, олар всегда дамып отырады, всегда өсіп отырады. И сол вообще культурасы, философиясы қатты ұнайды. Самурай без меча деген нәрселер кітаптарды если оқысаңдар, сол жерде прям Японияның кім соғандай культураны қалыптастырған туралы айтып береді, император туралы. В общем, теманы ауытқып кетті, но айтатын нәрсе, что сол саланы зерттеймін. Үздіксіз даму деп айтамын, но тағы да зерттеу керек ол нәрсені. Мені көп оқып қойдым, мен бәрін білемін деген менде жоқ, потому что сол нәрсені толықтай зерттеп сендермен бөлісетін боламын. Так что алдағы уақытта болыңдар, ал главное, мен бүгінгі түсінгенім, я на правильном пути. И сендер мені қарап жүрген, вы тоже на правильном пути. Так что тоқтамаймыз, кайдзен, үздіксіз дамимыз. Кеттік.